Көпшілік бананды жемістер қатарына жатқызады, алайда ол жидек. Ең үлкен банан ағашының биіктігі орташа есеппен 10 метр, ал диаметрі 50 сантиметрге жетеді. Оның бір сабағында 300-ге дейін банан болса, бұл шамамен 500 келіге дейін тартады. Сары бананмен қатар қызыл түсі де кең тараған, алайда мұндай түрі жұмсақ болғандықтан тасымалдауға жарамайды. Сейшел аралдарының бірі Маода сары, қызыл және қара банан өседі. Бұл жергілікті тұрғындар үшін теңіз өнімдерімен бірге берілетін таптырмайтын гарнир болып есептеледі. Арнаны жаңадан ашып, сіздермен бірге 1000 подписчикке жетуге мақсат қойдым. Әрбіріңіздің қолдауыңыз өте маңызды. Еңбегімді бағалап, мақсатыма жетуге елеусіз қарамай, ат салысатындарыңызға сенімім мол. Лайк, коммент, подписка сіздердің маған жасаған үлкен жақсылықтарыңыз. Алладан еселеп қайтсын. Маңызды мәліметтерді жіберіп болмау үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Көңіл күйді реттейтін Б6 дәрумені басқа жемістерге қарағанда бананда көп болады. Қызығы, банан диетасы да бар, алайда оның нәрлілігі картопқа қарағанда 1,5 есеге көп. Егер бананды кептірсе, калориясы 5 есеге дейін өседі. Банан құрамындағы сахароза, фруктоза және глюкоза арқасында ол асқазанда тез әрі жеңіл қорытылып, бойға күш-қуат сыйлайды. Сондай-ақ шайқас ұрыстарда жараланған сарбаздар банан қабығын басып, жара тыртықтарын емдеген. Үндістанда банан қасиетті тағамдардың бірі болып есептеліп, құтты қонақтардың алдына әкелінген. Ал Еуропа елдерінің мектептерінде оқушыларға таңертеңгі және түскі ас кезінде банан береді. Себебі банан баланың ойлау қабілетіне жақсы әсер етеді. Кубада бананды етпен бірге пісіреді, ал Венесуэлада бананды қуырып, күрішпен бірге араластырады. Бұл жемістің бірнеше сорттары бар. Біздің елде кең тарағандары Кавендиш, Гро-Мишель, Лакатан. Бұл сорттар ағаштан піспеген, жасыл күйінде теріліп, бірден қораптарға жинастырылады. Ұзақ жол барысында жеміс өзі пісіп жетіледі. Табиғи үш қанттан бөлек банан құрамында алма қышқылы, ферменттер, минералды заттар, сондай-ақ фосфор, магний, калий, кальций, натрий, А, Б, С, ПП, Е дәрумендері бар. Банан диеталық тағам болып есептеледі. Жүйке жүйесінің анемия, жүрек қан тамырлары, бүйрек, бауыр ауруларының алдын алып, артық салмақтан арылуға жол береді. Банан ағзадағы зиянды қалдықтарды сыртқа шығарады, өт, бауыр, асқазан жолдарын тазартады, көңіл-күй гормонының пайда болуына септігін тигізеді. Бананды көп мөлшерде аяғы ауыр және жас сәбиі бар келіншектер, қарт кісілер, кішкентай бөбектер пайдаланғаны жөн. Сондай-ақ кез келген жанның күнделікті ас мәзірінде 1-2 тал банан болған абзал. Банан операциядан кейін, ауыр физикалық жаттығулардан кейін өте пайдалы. Ол ағзаны қалыпқа келтіруге мол үлесін қосады. Сонымен қатар, бананды шаршаған я ашуланған кезде, емтихан сынақ алдында пайдаланған дұрыс. Банан таңдаған кезде оның сыртқы қабығы мен сабағына мән беріңіз. Сыртқы қабықта қарадақтар әрі өзі қатты болмауы керек. Оның түсі бір қалыпты, үсті жылтырауы керек. Бананның қабығы да кәдеге жарайды. Төменде берілген мысалдар бұл сөзімізге дәлел бола алады. Күміс тазалайды. Бананның қабығы өңі кетіп қалған күміс заттарды қалпына келтіреді. Ол үшін қабықты блендерге тіс пастасына ұқсағанға дейін су қосып еземіз. Артынан жұмсақ матамен күмісті тазаласақ, біртіндеп қарадақтардың кетіп жатқандығын көресіз. Одан кейін күмісті банан қабығының қалдықтарынан тазартып, жылтырату үшін жұмсақ матамен жақсылап сүртеміз. Келесі аяқ киімге арналған жақпа май. Банан қабығының құрамындағы майлар мен бауыз оның аяқ киімді тазалап, жылтырату үшін қолдануға мүмкіндік береді. Аяқ киімді қабықтың ішкі жағымен сүртіп, үстінен құрғақ матамен сүртесіз. CD немесе DVD дисктерінің сырылған жерін қалыптығына келтіреді. Сырылған дискті ең әуелі бананның өзімен сүртеміз. Артынан 2 минут бойы бананның қабығымен сүртеміз. Сосын дискті терезе тазалауға арналған затқа малынған жұмсақ матамен сүртіп кептіріп қоямыз. Бананның жұмсағы мен қабығындағы бауыз дискті тазалауға көмектеседі. Тісті ағартады. Кәдімгі тіс пастасымен тісіңізді тазалап болғаннан кейін тістеріңізді үстін банан қабығының ішкі бөлігімен 2 минуттай сүртіңіз. Қабықтағы калий, кальций, магний, марганец және фосфор сынды минералдар тіске пайдалы, әрі оның ағартуына септігін тигізеді. Артынан бананның қалдықтарын кетіру үшін тісіңізді тағы бір рет жуып, тісіңізді ағарту үшін осы күніне 1-2 реттен қайталап тұрыңыз.
келесіде тікенді шығарады. Егер денеңізге тікен кіріп кеткен, оны ала алмайтын жағдай болса, тікен кірген жерге бананның қабығын ішкі бетімен қойып 24 сағатқа таңып қойыңыз. Банан қабығындағы ферменттер тікенді терінің сыртына шығарып, жараның тезірек жазылуына септігін тигізеді. Келесіде сүйелдік кетіреді. Бананның қабығы халық емінде сүйелдік кетіру үшін қолданылады. Ол үшін бананның қабығын іш жағымен сүйелдің үстіне қойып, бір күнге байлап қоямыз. Сүйел жоқ болып кеткенше осылай істеп жүру керек. Кейбір сүйелдер бір аптада кетсе, кейбіреулерінің кетуі үшін бір айдай уақыт қажет. Ақпарат қызықты болса, келесі жолы қандай жеміс туралы білгіңіз келетінін комментарийге қалдырып кетіңіз.